Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге мерекелік дастархан дайындайтын боламыз. Ең алдымен испандық чизкейк дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, ауызда еритін бұл чизкейкті дайындауға кеңес беремін. Сүзбелі ірімшікпен қантты жақсылап араластырып аламыз миксермен. Оған кілегейді қосамыз. Кілегейді 2-3 бөліп қоссаңыздар болады. Кілегей 33%-дан жоғары болу керек. Одан кейін 4 жұмыртқаны алып, біртіндеп, біреулеп қосып миксерлеп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, оған жүгері крахмалын қосамыз. Тек жүгері крахмалын қосуға кеңес беремін. Себебі картоп крахмалынан дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Енді осындай кальцо менде форманы алып, жан-жағын фольгамен осылай қысып жауып алдым. Және де пергамент қағазынан бортик жасадым. Себебі біздің чизкейк көтерілген кезде жан-жағына ағып кетпеу керек. градуста 40-50 минутта беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан беті қызарғанын күту керек. Дайын болған чизкейкті 4-5 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Себебі ыстық күйінде кессеңіздер, оның ортасы әлі қатаймаған және жұмсақ болуы мүмкін. Сол үшін тоңазытқышқа салып, кішкене өз формасын ұстағанша қойып қойыңыздар. Жасалуы оңай, дәмі ерекше дәмді болып шығатын бұл испандық чизкейкті жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Енді тауық қанаттарын духовкада пісіріп алатын боламыз. Асорти ретінде қойсаңыздар да болады, немесе қасына күрішті пісіріп, ыстық тамақ ретінде де берсеңіздер болады. Өте жұмсақ болып шығады. Алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып, ұштарын кесіп алып тастаймыз. Бізге ол қажет емес. Және де суын сорғытып қойып қоямыз. Енді майонезді аламыз. Оған қара бұрыш, кинза, паприка және тұзды қосып, осындай маринадқа арналған соустың бір қасығын қосып араластырып аламыз. Бірақ бұл міндетті емес. Егер соус болмаса, басқа да специялар қоса берулеріңізге болады. Тауықтың қанаттарын ыдысқа салып, оның үстіне дайындаған соусымызды құйып, жақсылап араластырып, 30 минутқа қойып қоямыз. Отыз минуттан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште дайын болғанша пісіріп аламыз. Дайындалуы тез, әрі дәмді болып шығатын тауық қанаттарын жасап көріңіздер.
Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазыңыздар, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Енді салат дайындайтын боламыз. Саңырауқұлақ қосылған өте жеңіл, жасалуы оңай салат жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязды жұқалап турап аламыз. Табаға сары майды салып, туралған пиязды қосып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Қызарғаннан кейін менде банкідегі шампиньоны, соны қосып, бірнеше минут қызарғанша қуырамыз. Суытып, басқа ыдысқа салып қоямыз. Енді салаттың заттарын тураймыз. Барлық затты 4 бұрыштап турап аламыз. Қиярды тураймыз. Қайнатылған жұмыртқаны турап аламыз. Қайнатылған тауықтың төс етін тураймыз. Қанша мөлшерде керектігін описанияға жазып кететін боламын. Консервідегі жүгеріні қосамыз. Және де көк пиязбен аскөкті турап қостым. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және де ас қаймақ, яғни майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Жасалуы оңай, дәмді болып шығатын осы саңырауқұлақтан жасалған салатты жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Осы құрамнан менде 2 тарелке шықты. Каналыма жазылып, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген тәтті тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын. Дастархандарыңыз тек жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Молшылық болсын. Әрбір үйге бақыт тілеймін. Астарыңыз дәмді болсын.